Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақылды аң. Мақсаты қасқыр жануары туралы оқып білу, сөздік қорды толықтыру. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Умные животные». Сегодня узнаем и прочитаем о волках и пополним свой словарный запас. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: үйір, стая, із қалдыру, оставить след, жорыққа, на охоту, шығу, выходить, қоректену, питаться, жалғыз, один, либо одинокий, сырттан, это вожак. Жаңа сөздерді сурет арқылы қайталаймыз. Із қалдыру, үйір, жалғыз, қасқырдың сырттаны. Балалар, жаңа сөздерді оқимыз, сөздікке жазамыз және есте сақтаймыз. Келесі мына суретке мұқият қараймыз. Болжап, сұрақтарға жауап береміз. Ребята, внимательно посмотрите на картинку и попробуйте предположить, о чем будет текст. А сначала давайте попробуем ответить на эти вопросы. Бірінші, қасқырлар неліктен бір ізбен келе жатыр деп ойлайсың? Ребята, как вы считаете, почему волки идут по одному следу? Екінші, ең алдында қандай қасқырлар жүреді? Какие волки идут впереди? Үшінші, бір қасқыр соңында неге жалғыз келе жатыр? Почему один волк идет в конце стаи? Төртінші, оның алдындағы үш қасқыр неге бөлек келе жатыр? Как вы думаете, почему три волка перед ним идут отдельно? Приостановите видео. Попробуйте ответить на данные вопросы устно. Жақсы, енді балалар, өз жауаптарымызды тексерейік, ол үшін мәтін оқимыз. Ребята, чтобы проверить правильность ответов, давайте прочитаем текст. Үшінші тапсырма А нұсқасы. Қасқырлар өте ақылды. Олар топтасып тіршілік етеді. Бірін-бірі қорғайды. Жорыққа шыққан кезде ең алда кәрі, ауру қасқырлар жүреді. Қалған қасқырлар алға шықпайды. Осылайша кәрі қасқырлар топтан қалып қоймайды. Олардан кейін ең мықты қасқырлар жүреді. Қалған қасқырлар ортада болады. Ал қатардың соңында тағы бір топ күшті қасқырлар жүреді. Ең соңында қасқырдың сырттаны жалғыз болады. Ол топты бақылап жүреді. Қасқырлар да табиғатқа пайдалы. Олар көбіне әлсіз, ауру аңдарды ұстайды. Жақсы, балалар, мәтінді өз бетімізше тағы бір рет оқимыз. Аудармасымен танысамыз. Ребята, еще раз прочитайте текст. Енді келесі мәтін бойынша үшінші тапсырма А нұсқасы сұрақтарға жауап береміз. Ребята, теперь по тексту давайте попробуем ответить на данные вопросы. Бірінші, ең алда келе жатқан үшеуі үйірдегі қандай қасқырлар? Какие три волка идут впереди стаи? Екінші, үшеуден кейінгі төрттік үйірдегі қандай қасқырлар? А какие волки идут после них? Үшінші, соңғы жақта келе жатқан бесеу қандай қасқырлар? Какие же 5 волков в конце стаи? Және төртінші, үйірдің ең соңында келе жатқан қандай қасқыр? И в самом конце стаи идет кто? Свои ответы голосовым сообщением отправляйте своему учителю. Келесі төртінші тапсырма. Сұраққа жауап жазамыз. В четвертом задании вам нужно ответить на вопрос: қасқыр қандай аң? Какое животное волк? Мысалы, қасқыр қауіпті аң. Волк – опасное животное. Қасқыр – жабайы аң. Волк – дикое животное. Дальше продолжайте сами и записывайте в тетради. Келесі үй жұмысы, 5-ші тапсырма, сөз жұмбақты шеш.
Ребята, в пятом задании вам нужно решить кроссворд и записать его в тетради. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.